халықтың езгісіне шыдамаған сұлтандар Керей мен Жәнібек Әбілқайыр ханның ордасына кіреді. Ассалаумағалейкум, ұлы хан. Уағалейкум ассалам. Төрлетіңдер. Сұлтандар, айтыңдар. Ұлы хан, халықтың жағдайы ауырлап кетті. Үздіксіз соғыс, ауыр алым салық елге қашты. Рулардың берекесі кетті. Біз елге тыныштық пен әділдік керек деп санаймыз. Халық бізге үміт артады. Сол үшін басқа жол таңдауға мәжбүрміз. Сендер менің билігіме қарсы шықпасыңдар ма? Бұл сатқынды далада бір ғана хан болу керек. Біз сатқын емеспіз. Біз ел ханын ойлаған сұлтандармыз. Егер әділдік болмаса, халық басқа жол таңдайды. Біз халықпен бірге көшіп, өз алдымызға дербес хандық құрамыз. Осылайша 1459 жылы және 60 жылдары Керей Жәнібек, сендер Әбілқайырдан бөлініп келдіңдер. Мен сендерге жерімді бере аламын. Бірақ менің де қоятын талаптарым бар. Ұлы хан, мұндағы дайынбыз. Бірінші шартым, Моғолстан жерін қорғауға көмектесесіңдер. Ал екінші шартым, менің жауларыма одақтас болмайсыңдар. Ал соңғысы, елінде бүлік шығармайтын боласыңдар. Ал осыған келісесіңдер ме? Ал олай болса, біз де шарт қоямыз, ұлы хан. Ал көрейік айтыңдар. Біздің бірінші шартымыз, бізге шу мен талас өңірін толықтай қоныстануға бересіз. Екінші шартымыз, ру тайпаларымызға еркіндік беріледі. Ішкі істерімізге араласпайсыз. Ал үшінші шартымыз, біз өз мемлекетімізді құруға құқылымыз. Мен сендердің не болуға ұмтылсам түсінемін. Бірақ Әбілқайырдың асы маған да тірек керек. Келістік, шу мен талас сендердің қоныстарың. Бірақ достық бұзылмайтын болсын. Достыққа адал боламыз. Ендеше осы келісім жаңа мемлекеттің бастауы болады. осылайша